Сәлем, құрметті оқырман, менің есімім Абзал болады. Бүгінгі біздің ең бірінші ютубтағы обзорымызда Mercedes-Benz C180 автокөлігі толықтай AMG пакетте, сырт бейнесінің барлығы S63 пакетімен орнатылған. AMG шильдигі орнатылғанымен бұл автокөлікте M274 радиалды турбо қозғалтқышы орнатылған. Бұл сіздер ойлағандай акцент автокөлігінің 123 ат күшін беретін қозғалтқыш емес. Бұл жерде 1.6 турбо қозғалтқыш орнатылған, 156 аттың күшін береді және де 250 Нм крутящий момент береді. 1.6 қозғалтқыш көлемі бұндай дауыспен жабдықталған деп кім ойланған? Толығырақ дауысын бірге көрейік. Артқы шамдарына келетін болса, бұл жерде диодталған шамдармен жабдықталған. Бұл автокөліктің артқы багажына келетін болса, 400 литр сыйымдылығы бар багажник орнатылған. Бұл жерге бір жылқының соғымы сыймаса да, әрине бір қойдың еті сыяды. Ал енді достар, бұл автокөліктің ішкі дизайнына келетін болсақ, ортаңғы панелі карбондық дизайнмен жабдықталған. Және де бұл жерге қосымша ретінде Android платформасындағы үлкен экран қойылған. Жалпы дизайнына келетін болсақ, бұл дизайнды қазіргі таңда көптеген кореялық автокөліктер көшіріп жүр. Өздеріңіз білетіндей Kia Cerato автокөлігіндегі дизайн осы сэшка кузовынан алынған. Егер де сіздің бойыңыз 2 метр болса, бұл автокөліктің артқы орындықтары сізге арналмаған. Бұл жерде 1.70 бойымен отқан адамның өзіне тар болып саналады. Егер де сіз жақсы музыканы қалайтын болсаңыз, бұл автокөлікте Burmester аудио системасы орнатылған. Бүкіл аудио система Bluestar'да Mercedes-Benz орталығында орнатылған. Автокөлік нағыз спорт сүйер қауымға арналған. Орнатылған мультироль спорттық үлгіде және де алдыңғы диодтық фарларымен орнатылған, және де артқы сұлбасына келетін болсақ, артқы сұлбасында выхлопында карбонның вставкаларымен орнатылған выхлоп орнатылған, және де бұл жерде 2 двойной выхлоп жасалған. 1.6 қозғалтқышымен жасалған автокөлік үшін бұндай дауыс өте керемет. Және де артыңғы карбонның спойлерін атап айтып кетсек болады. 15 миллион 990 мың теңгеге сіз 1.6 турбо қозғалтқышпен орнатылған Mercedes-Benz C180 автокөлігін сатып аласыз. Және де сіздің 100-ге жететін расходыңыз тек қана 7-8 литр ғана болады. Сіздерді Orbis автопробег компаниясында күтетін боламыз. Сүйінбай 243 Алматы қаласында орналасқанбыз. Толық мәлімет төменде көрсетілген телефон нөмірлері арқылы ала аласыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Біздің каналға жазылып, бізге поддержка беріп, ары қарай толықтай осындай видеообзорлар керек болса, сіздерден тек қана лайк күтеміз, және де подписка бөлімінде өздеріңіз жазып кетуіңізді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Кездескенше алдағы уақытта көптеген обзорлар болады.